Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, қарапайым ғана заттардан тұратын үй жағдайында жеңіл салаттың жасалу рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыз, және де менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Міндетті түрде осы видеоға лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттардың барлығын алдын ала пісіріп дайындап аламыз. Ең алдымен қызанағымызды алып, ортасынан бөліп, керек емес жаңағы артық несін алып тастаймыз. Одан кейін қызанағымызды 4 бұрыштылап және де орташа көлемде барлығын видеодағыдай турап аласыздар. Содан соң алдын ала қайнатып пісіріп қойған жұмыртқамызды видеодағыдай 2-3 бөлікке бөліп, оны да орташа көлемде 4 бұрыштылап турап аламыз. Содан соң қатты ірімшік қажет болады, яғни сырды да солай жаңағы кішкене жұқалау етіп 4 бұрыштылап турап аламыз. Бұл видеодағы мөлшерден 2 тарелка салат шығады. Егер сіздер көбірек жасайтын болсаңыздар, осы мөлшерді 2 есе көбейтіп жасасаңыздар болады. Және де піскен етімізді де турап, осылай 4 бұрыштылап саламыз. Және де тауық етін қолдансаңыздар да болады. Содан соң салат жапырағын аламыз, қатты бөлігін барлығын алып тастаймыз. Содан соң видеодағыдай ұзынша етіп, одан кейін тағы да бір бөліп, оны да солай 4 бұрыштылап барлығын турап алатын боламыз. Енді барлығын ыдысымызға саламыз. Содан соң осындай бір бас үлкенірек сарымсағымызды кішкене майда күштен өткіземіз. Және де күш болмаса өте майда етіп турасаңыздар болады. Енді дәміне қарай азаған тұз саламыз. Содан соң майонезімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Міне осымен біздің салатымыз дайын болды. Енді тәрелкемізге саламыз. Содан соң үстіне жаңағы әсемдік үшін керешкелерімізді салып шығамыз. Яғни қатырылған нанды да өздеріңіз жасасаңыздар болады. Нанды 4 бұрыштылап турап, духовкада қыздырып, пісіріп алсаңыздар болады. Міне біздің осымен салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.